Арма қазағым, неге Шекспирдің Дауыл шығармасындағы Калибан атты кейіпкер қазіргі ғасырда отаршылдықпен күресудің символизміне айналды? Тұңғыш рет Шекспир жаңағы өзінің шығармасын театрда қояды. Бірнеше жыл өткеннен кейін ол кітап болып пьеса ретінде жарық көреді. Бірақ көрермен де, оқырман да Калибан атты кейіпкерді жақсы көрмейді. Неге дейсіздер ғой? Негізінде Шекспирдің өзі де нәсілшіл болған. Ал Калибан болса, ол құбыжық ретінде сипатталынған. Ол өзі бақсының жаңағы ұлы болады, жалғыз өзі аймақта тұрады және өзін сол аймақтың қожайыны деп санайды, мұрагері деп санайды. Калибанның тілі өзгеше болады. Сонымен Калибан тұңғыш рет Просперомен кездескен кезде Просперо Калибанды түсінбейді және Калибанды оны құлдыққа түсіреді. Құлға айналдырады. Калибанның үйін тартып алып, аймағын тартып алып, Просперо Калибанды өзінің тіліне үйретіп, оны жаңағы ақ нәсілді адамның болмысына тұратын қылып айналдырғысы келеді. Бірақ Калибан біраз уақытқа дейін ең ауыр жұмысты істесе де неғысы да ол Проспероға бағынғысы келмейді. Көрермен де ол ғасырдағы енді осы заманауи ғасырдың көрерменнің алдындағы көрермендер мен оқырмандар Калибанды жек көріп, одан жиіркеніп келген. Алайда қаншама елдер 20 ғасырда егеменге қол жеткізген кезде Шекспирдің сол Дауыл деген пьесасына басқа көзбен қарай бастады. Сонымен Просперо ол отаршыл айналды, колонизаторға айналды. Ал Калибанды оны құрбан ретінде қарайтын болды. Қазіргі уақытта енді Калибанды көбінесе оның рөлін енді қара нәсілді адамдарға немесе азиялықтарларға, латиноамерикандықтарға соның рөлін береді. Сөйтіп осы Калибан деген құбыжық енді отаршылдықпен күресудің символы болды. Тағы да осы пьесаны Дауылды оқып шығуға мен сіздерді шақырамын. Аман болыңыздар.